Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айзада. Бүгін осындай әдемі әрі дәмді чупа-чупстер дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар изомальтқа араластыратын осындай дәмдеуіш, мінекей. Және қалауларыңыз бойынша түрлі түсті осындай бояғыштар қолдансаңыздар болады. Чупа-чупстеріміз дайын болғаннан кейін әдемілігі үшін осындай кондитерлік сепкіштерді де пайдалансаңыздар болады. Менде осындай жасыл және сары жылтыр түсінен болды. Және де чупа-чупстерімізді құятын осындай формамыз, таяқшаларымыз және кистіміз қажет болады. Алдымен біз қызып тұрған табада изомальтымызды салып ертіп аламыз. Мінекей барлығын салып ертіп аламыз. Табамыздың түбі қалың болуы міндетті, өйткені біздің изомальтымыз күйіп кетуі мүмкін. Мінекей осылай барлығын салдық. Менде 4 ас қасық изомальттан 6 дана чупа-чупс шыққан болатын. Осылай барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Мінекей. Осындай бізде сұйықтық пайда болады. Осындай сұйықтығымыз пайда болды. Үстіне енді өзіміздің дәмдеуішімізді құйсақ болады. Менде барбарис дәмімен болды. Қалауларыңыз бойынша түрлі дәмімен алуға болады. Сонымен қатар мята дәмімен де болады бұлар. Осылай салып, дәмдеуіш салғаннан кейін әбден араластырамыз. Дайын болған сұйықтығымызды осылай өзіміздің формамызға әкеліп құямыз. Мінекей. Бастапқы үш түсіне мен ешқандай бояғыш қолданбадым, өзінің түсімен істеген болатынмын. Мінекей. Кейінгі үш түсіне менде барбарис дәмімен болғандықтан қызыл түсін пайдаландым. Осылай 2 тамшы тамызып, барлығын біркелкі етіп араластырып алдым. Мінекей. Құйылған чупа-чупстерімізге таяқша орнатып шығамыз барлығына. Осылай таяқшаны орнатқан кезде үстінен басып, жай ғана бұрасаңыздар ортасына қарай түседі чупа-чупстың. Ендігі кезекте қызыл чупа-чупстерімізді де құйып шығамыз осылай. Мінекей. Изомальт ол егер де формаға дұрыс құйылмаған жағдайда, өзінің формасы болмаған жағдайда, кері табаларыңызға салып, кері ертіп қолдансаңыздар болады. Мінекей осылай барлығын қолданып шықтық. Енді таяқшаларымызды орнатамыз. Осы мен қызыл түсіне кондитерлік осындай түрлі түсті жылтырақтарымды сепкен болатын. Мінекей. Өте әдемі болып шықты шын мәнінде. Барлығын осылай бетіне сүйіп шығамыз. Мінекей. Сонымен қатар мен сары түсінен де қолданып көрдім. Сары түсін осындай силикон ковригіне қолдансаңыздар болады. Мінекей осындай силикон ковригін пайдаландым. Ең алдымен бір нүктеден бастап құясыздар. Сол кезде дөңгелек болып өзінің формасымен шығады. Мінекей барлығын құйып шығамыз осылай. Мінекей кері таяқшаларды орнатамыз. Таяқшаларды орнатып шығамыз. Осы мен сары түсіне өзінің жасыл түсті жылтырақ кондитерлік тепкішімді пайдаланған болатынмын осылай. Осылай барлығын қолданып шығамыз үстіне. Міне оған дейін де біздің чупа-чупстеріміз дайын болды. Өзінің формамыздан түсіреміз. Мінекей осылай барлығын түсіріп аламыз. Мінекей өте әдемі болып шықты. Формадан түсірер кезде жай ғана астынан көтерсеңіздер, өзі чупа-чупстер бетіне қарай осылай көтеріліп шығады. Мінекей барлығын осылай түсіріп аламыз. Менде жылтыр сепкішімді осымен бір изомальтқа чупа-чупсімізге қолданып көрген болатынмын. Өте әдемі болып шықты, шын мәнінде жылтырақ болып. Міне осылай бетіне жағып шығамыз. Мінекей осымен біздің чупа-чупстеріміз дайын болды. Өте әдемі, дәмді болып шықты шын мәнінде. Егер де менің осы видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Арнама тіркеліп кетіңіздер. Баршаларыңызға рахмет.